Мәшһүр Жүсіппенен Шәкәрім екеуін салыстыратын болса, осы тұстарынан екеуі бірігіп жымдасып кетеді. Мына тұсында сәл алшақ деп айтуға бола ма? Сәкен Сейфуллиннің көзқарасында қазаққа пайдалысы мына бір тәсіл деген секілді өзіндік көзқарасы болды. Біздің студияға қош келдіңіз, Қарлығаш Әділханқызы. Қош көрдік. Жалпы өзің осы Кереку өңіріне келіп жатқан кездегі тұстағы, бүгінгі күндегі, қазіргі сәттегі әсерің? Армысыздар қадірменді көрермен, дәл қазіргі әсерім сөзбен жеткізгісіз, өйткені жаңа ғана қорғаудан шықтық. Ол қорғаудың ішінде Қуандық Фазылұлы Жүсіптің еңбегі туралы біршама жақсы ойлар айтылды, тұжырымдар айтылды. Ол еңбектің ішінде Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының есімі және зерттеу еңбектері аталды. Жалпы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы деген кезде біздің көңіліміз ерекше елеңдеп тұрады. Өйткені қазақтың әулиесі кім деген кезде, хазіреті кім дегенде, руханиятқа шынымен қызмет еткен тұлғасы кім деген кезде аталатын қадірлі есімдердің бірі. Сондықтан бүгінгі күннің ерекше болатын жөні бар. Сондықтан да бүгін таң атқалы бері осы Кереку өңіріне келген кезде, үлкен әулиелердің есімі аталған кезде, ғалымдардың аты аталып жатқан кезде әлбетте түрлі ой түйіп, көңілге бекітетін жақсы бір тұжырымдардың болатыны заңды. Сондықтан бүгінгі күнім ерекше деп айтқым келеді және алғыс айтамын осындай шараға келгеніме қатысқаныма. Жақсы, Қарлығаш, мынандай дүниеға таңертең Семейден шықтың. Сұлтанмахмұт өзінің бір сөзін айтады: Семей сынды қала ғой дейді. Кешегі Семей 19 ғасырдың соңындағы 20 ғасырдың басындағы Семейдің жүрек лүпілі, Семейдің тамыр соғысы, Жүсіпбектер жүрген, Мұхтар жүрген, Әлихан келген шақтардағы, Сұлтанмахмұт жүрген шақтардағы Семей, бүгінгі Семей. Ұқсастығы не, айырмашылығы не? Ұқсастығы қазақ даласындағы интеллигенцияның қалыптасқан ғылымның, білімнің, ағартушылықтың, зиялылықтың кіндігі Семей қаласы. Жүсіпбек айтады, Семей бүлкілдесе, бүкіл губерния бүлкілдейді дейтін бір білімнің, өркениеттің, күні кеше айтып жатқан тұңғыштардың мекені деп айтылатын жасампаздықтың мекені. Кешегі Семей және бүгінгі Семейде сол бір тынысы тарылып барып, сәл-пәл қиналып, түрлі қиындықтан өтіп, енді қайтадан тынысы кеңейе бастаған Семей болып жатыр қазір, дәл қазіргі таңда. Семейдің тарихы деген бұл үлкен тарих қой. Қазақ даласындағы алғаш театрда ойнаған, алғаш жаңағы кітапханаларда ашылуы, оның ішінде алғаш қыз балалардың кітапханаға кіруіне рұқсат берген жер қазақ даласындағы. Мен үнемі айтамын, бұл үлкен рөл атқарады ағартушылық саласында. Мысалға, ең алғаш қазақ даласында қыз балалардың кітапханаға кіруіне рұқсат алған, сол үшін петиция жазған, сол үшін қаншама жаңағы қол жинаған қала бұл Семей қаласы. Семей қаласының ішінде кітапханасы 1914 жылы Семипалатинский листок газетінде бұл жөнінде жарияланып жасайды. Сол кезде қыз балалар кітапханаға кірсін, олардың уақыты бөлек болды. Оннан 2-ге дейін аралықта ғана кірді. Олар шымылдықпенен бөлініп тұрып, кітапхананың іші қыз балалар бөлек отырды, ер адамдар бөлек отырды. Олардың каталогтары бөлек болды. Бірақ дегенмен де бұл да қазақ қыздарының ағартушылыққа, ғылымға, білімге толыққанды жалпы халықтық сипатта зер салған, хақсын қорғаған, адам баласынан айырмасы тек қана ақыл, білім, ар мінез дейтін нәрселермен озады дейтін Хакім Абайдың сөзі шын жүнінде жаңағы іске асқан кезеңі деп айтамын. Сондықтан сол кешегі Семейдің зиялылығы бүгінде өзінің негізгі мақсатынан, негізгі ішкі рухани бағытынан өзгерген жоқ деп есептеймін. Қазақ халқы алғаш көріп, немесе соның ішіндегі менің өзім алғашқы танығанда, мен білетін Қарлығаш қолындағы домбырасы, ақ қанатты ақын қыз Аманжолмен айтысып жатқан тұстар көз алдыма келеді. Сол кездегі, сол тұстардағы, Наурыздағы айтыстағы Аманжолдан жолын сұраған періште пейіл бір гүлін жаңа ашқандай, әлемге ерекше шумағыменен өзің айтқандай сыбызғыдай сызылып шыққан Қарлығаш пен бүгінгі Қарлығаштың ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Өскен, толыққанды деп айтпайық, бірақ дегенмен де жетілген, өмір көрген. 18 жастағы Қарлығаш пен 40-қа келген Қарлығаштың айырмасында сол 22 жылдың өмір өрнегі тұр. Кешегі айтысқа қатысқан кезімізде айтыс өте күрделі жанр, синкретті жанр, бірнеше өнерді бір бойына сіңірген жанр, диапазоны өте кең жанр.
үнемі айтамын, анау трагедияңыздан бастап комедияңызға шекті не бар, барлығын тұла бойына сіңірген жанр айтыс. Сатираңыз бар, иронияңыз бар, сарказмыңыз бар, трагедияңыз бар, драмаңыз бар, шынайы реализміңіз бар, күллі қандай бағыттар бар, тұла бойын айтыс өзінің өне бойына сіңіріп алған. Сол айтысқа қатысу арқылы өстік, жетілдік, сол айтыстың мектебінен шықтық. Одан кейін барып, адам өз толыстаған кезінде ғылымға бет бұрдық. Қазір ғылым әр кез келген бір бағытты алған күннің өзінде соны неғұрлым тереңірек, толыққанды зерттеуді мақсат тұтатын жаңа қарлығашқа айналдырды. Жақсы, Мағжан өзің бір сөзінде айтады, тұрмыс атын тылсым дейді, әйел атын гүлсім дейді. Ақындық өнер анау Ұлыбикеден басталған. Сары есімі, Алма апаларымыз бар, Фариза апаларымыз, бердіңгі Ақшыл апаларымызға дейін жалғасып жатыр. Жалпы қыз балаға өлең жазу, қыз балаға өлең серік ету, ана болу, жар болу. Осының бәрін қатар ұстағанда қаншалықты өлеңге қазір ерік бере аласың? Дегенмен бұл ақындық жағы бәрібір де дәл қазіргі сәтте саябырсып, біраз тынығып жатқан секілді өзіме. Бұлбұлғы сия салған таңдайына деп кешегі Ұлбикеден бастап ақын қыздарының, қазақ ақын қыздарының тағдырын қарайтын болсақ, өте тағдырлы тұлғалар, өзіңіз де білесіз. Қазіргі таңда тыйым жоқ, бірақ дегенмен де танымдық тұрғыда, шынайы реалистік тұрғыда айтатын болсақ, ол өте ауыр. Қазақ қыздарының поэзияға келуі, олардың поэзияда жүруі өте ауыр. Бұл бір, өйткені біз бәрібір де консервативті ұлтпыз ғой, қалай болғанда да өте дәстүршіл. Сондықтан поэзияның ішінде сезімнің шынайы толық ерімдері ашылған кезде кейде жұрт қабылдамай қалуы мүмкін. Сондықтан қазақ ақын қыздары қалай болғанда да өзін әлде бір тыйып, әлде бір заңда белгілі самоцензура дейтін, өзіне өзі цензура қою, іштей тыю, мынаны айтуға болмайды деп жаңағы екшеп отыратын әр дүниенің сондай бір ерекшеліктері бар, еркіндік тұрғысында. Қазір заман өзгергеніменен де адам бәрібір өзгерген жоқ. Үлкен оның үстіне дәл қазіргі таңда мынау танымдардың қақтығысы болып жатыр. Ұлттық танымда, ұлттық дәстүрде өскен адамдармен мына жаңашылдық, жаһандану үрдісінде өмір сүріп жатқан, ойбай толыққанды еркіндіктің өзі керемет дейтін, соны бір мадақтауға қызмет етіп жүрген тұлғалар бар. Сондықтан көзқарастардың, қайшылықтардың майданы болып жатқан кезеңде қазақ ақын қызы болып жүру өте күрделі, өте қиын. Сондықтан енді бұл жердегі мен ғылымға кетуім бұл өзімнің ішкі таңдауым, қалауым, мақсатым, өзім үшін бұл ақылмен шешілген шешім деп есептеймін. Бірақ ақындық қалып қойған жоқ. Егер қатты жазғың келіп бара жататын болса, ақ қағаз, қара сия қолымызда жаз, бірақ жариялап жұрттың барлығын айту міндет емес, кейін шығаруға болады деген өзім түсініктемін. Оны бір байқағаным, Фейсбуктың бетінде 25-ші жылы Белоруссияға барғандағы бір жазбаларың бар екен. Одан кейінгі тым саябыр деуге болатын шығар. Анда-санда бір ілеуде бір Белоруссияға барып таңғалған Якуб Колостың басындағы музейінде тұрғандағы тұстарыңды маған өзіңді әңгіме қылып айтып қалдың. Әлеуметтік желіде саябыр секілді көріндің. Бұл не себеп? Ғылыммен айналысуда ма, жоқ әлде өзің жөніндегі айтудың қажеті жоқ деп табу ма? Бұл негізгі себебі ғылыммен айналысу. Өйткені қазіргі таңда Шәкәрім Құдайберлінің өмірі мен шығармашылығына қатысты үлкен бағдарлама жүріп жатыр. Шәкәрім университетінде семейде. Осы бағдарламаның аясында біршама ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өте қарқынды және көлемді тақырып. Өзіңіз де білесіз, Шәкәрім қажы деген ол шұғиырсыз рухани кеңістікпенен байланысты тақырып. Жақсы, бұған бір айланып келеміз. Жалпы алаш зиялылары жөнінде жақсы пікірлер білдіріп жүрсің. Жетекшің Дихан Қамзабекұлы екенін білеміз. Мынандай сұрақты, жалпы осы алашшылардың бүгінгі күнде бір жақсы үш қасиетін айтса, қайсын айтқан болар едіңіз? Ең бірінші жасампаздығы. Жаңа нәрсені көрді ме, сол дүниені бірден әрекетке кірісіп, жүзеге асырады. Мысалы, Жүсіпбек Аймауытұлы қазақ әдебиетіндегі ең алғаш карикатура жанрын жүзеге асырған, немесе иллюстрация дейміз, мына комикстарды жасаған адам. Өзінің Жаман Тұмақ деген ертегісін әрбір абзацын суретпен салып отырып шығарады. Бұл көп зерттелген жоқ, ешкім айта қоймайды. Бірақ көрді, жасады. Жаңа тура сол секілді басқа Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан бастаған күллі алаш қайраткерлері бір жаңа жақсы дүниені көрсе, соны міндетті түрде жаңа жүзеге асыруға тырысқан. Жасампаздығы. Екінші, еңбекқорлығы.
маңдай тер еңбектің қадірін білуі, талмай еңбек етуі. Бұған қатысты Нұғман Манайдың сөзі керемет, өзіме ұнайды. Ана дем береді, айтады, ай Алаштың ұстаздары дейді, күн түн демей қазақ баласын оқытсам деп қызмет етіп көз майларың тамызып жатырсыңдар. Бұл осы қылған еңбектерің Құдай жолындағы уәзипаларың дейді. Қандай ғажапты жүрім да, сонда анау рух беріп, дем беріп отыр ғой. Шаршаған кезде, қысылған кезде, түңіліп кеткен кезде бұл уәзипаларың дейді. Құдай жолындағы уәзипа деген, ол мысалы тәспі тартқан кезде әр тәспінің тасын Құдайдың есімін алып отырып, сол әрбір есіміне іштей жүрегімен иланып, өзіне есеп беру үлкен құлшылықтың бір көркем түрі. Сонда сенің бала оқытамын деп жанталасып дайындалған ұстаздық жолындағы қызметің бұл сенің уәзипаң дейді. Дем береді. Бұның ішінде қамқорлық та бар, ішкі береке, бірлік те бар, тілектің, жүректің, ниеттің, пейілдің бірлігі де бар, адалдық та бар, үлкен кеңдік бар. Осы қасиеттердің барлығы бұл ғажап. Жақсы, жалпы алашшыларды бізде қазақ әдебиетінде бір жақсы дүние бар. Ешкім қалмаған кезде бізде Қамбар батыр қалды. Ешкім қалмаған тұстарда. Кейін қайта келе бастады. Есімізді бір жинап қанатымызды қаққан тұстарымызда сәкендер ақталды. Енді келесі бір ұмтылғанда Жүсіпбектер ақталды. Жалпы кез келген қоғамда, кез келген уақытта шыға келіп, аққайыңдай бозаң тартып, мен мұндамын деп шығатын тұлғалар көп. Жалпы алашшылар менен Көлбай Тоғысовтың арасы, алашшылар менен Сәкеннің арасы дейтұғын бір күмәнді тұстар. Осыны қай жерге дейін қопарып жазып айтуға болады, немесе қай жерде тоқтауға дұрыс? Саяси тартыстар ғой. Сондықтан бұл жерде көзқарастардың қайшылықтарын зерттеу керек деп есептеймін. Өте үлкен манипуляция жүрген 20 ғасырдың басында. Мысалға, Түркістан автономиясына қатысты түрік халықтарының басын ислам дінін негіз етіп алып, Түркістан автономиясын құру арқылы оңтүстік Қазақстанның шекарасын, анау ұйғырлар қазір отырған территорияны, Қырғызстан мен Өзбекстанды алып, бұл жерде бір автономияны құрып жіберу арқылы бұл Совет үкіметі өзі мүдделі болған. Одан кейін мына жақтан тағы бір жаңағы 300 дейтін батыс жақты бір бөлік алып жіберсе, сөйтіп қазақ территориясын ұсақтап бөліп жіберу ғой. Анау кең көлемді үлкен аудитория, үлкен территорияны қамтып отырғандықтан соны бөлу идеологиясы. Бұл саяси тәсілмен жасалып отырған сол кездегі арнайы жұмыс, былайша айтқан кезде. Ал Алаш автономиясының басты ерекшелігі біртұтас қазақтың баласын бірыңғай Алаш идеясының астында жаңағы біріктіруді мақсат тұтты. Көзқарастар әртүрлі болды. Сәкен Сейфуллиннің өзі де басында сенді, одан кейін өзі де бұл саяси көзқарастардың арасында қайшылығын барын түсінді. Адам болғаннан кейін түрлі көзқарастарды, мысалы Сәкен Сейфуллин былай айтады да, мойындай отырып, біз қазір қарсы шығатын шамамыз жоқ қой, мойындай отырып, өзімізге керегін жасап алсақ дейді. 1924 жылы Кеңсенің тілі деген қазақ тіліне қатысты өзінің мақаласын жазады. Соған қатысты өзінің қызметін, қолынан келген жаңағы қызметін жасап шықты. Қазақты жақсы көрмеді ме? Жоқ, жақсы көрді. Бірақ ол Сәкен Сейфуллиннің көзқарасында қазаққа пайдалысы мына бір тәсіл деген секілді өзіндік көзқарасы болды. Бірақ ол үшін оны біз жамандап, болмаса сынап не аламыз ба деген секілді. Бұл жерде көзқарастардың қайшылығы, бірақ ең дұрысы әлбетте біз Алаш идеясына қызмет еткен Алаш автономиясының қайраткерлерін, Алаш қайраткерлерін жоғары орынға қоямыз деп ойлаймын. Бұл өзімнің жеке көзқарасым. Шәкәрім менен Абай. Қаймұхаммед Шақкәрім дейді. Шақкәрім менен Абайдың ортасында қалып. Шақкәрім өзінің бір сөзінде 8 аяқ менен басталып жазылып еді деген бір пікір айтылады. Абайдың ақын шәкірттері жөнінде Қайымның айтқан сөздері бар. Жалпы Шақкәрім мен Абайдың ортасы бұл ағалық інілік пе, жоғалды бір тұтасу ма, немесе бір бағытта кету ме, бұл не, немесе туыстық қатынас па? Симбиоз бәрі бар. Туыстық қарым-қатынас бар, немере інісі. Ұстаз мен шәкірттің арасында қарым-қатынас бар. Абай өзінің ұстаз ретінде Абайды Шәкәрім мойындаған. Қажылық сапарға кеткен кезде ұстазым Абайдың насихатымен осынау үлкен сапарға кетіп барамын деп тұрып жазады. Және осы жаңағы Ватикан, кешіріңіздер, Стамбулда анау Әбу Суфияның еңбектерімен танысқан кездегі Меккеде көрген дүниесінің, Европада көрген дүниесінің барлығы, осының барлығы ұлы ұстаз хакім Абайдың арқасы ғой деп жазады Шәкәрім. Сондықтан бұл жерде қарым-қатынас қандай деген кезде бұл ұстаздық қарым-қатынас, туыстық қарым-қатынас, бірақ осының барлығын біріктіріп тұратын негізгі бұл рухани қатынас,
рухани тұрғыда тілектің бірлігі деп есептеймін. Бұл бір. Екінші, шәкәрім Абай өсиет қылған, Абай насихат қылған зерттеуін Құдай танымға қарай айтады. Бұл дүниеден, дүнияви ілімнен бақ таппайсың, береке таппайсың, сондықтан ақиқатты толыққанды, ақиқат деген кезде бұл жерде Құдайды айтып тұр, сол Құдай танымға қарай барсаң деп өсиет етеді. Және шәкәрім осы тақырыпты өзінің Саятқораға кеткен өмірінің соңғы 25 жылында негізгі өмірлік мақсұты қылады. Одан кейінгі дүние, бұл жерде айтылатын Шах Кәрім, жаңа сіз айтып отырсыз, екі түрлі пікір бар. Біріншісі Шах Керім деп аталады деп Мұхтар Мағауиннің үлкен мақаласы бар. Шәкәрімнің есіміне қатысты өзіңіз де білетін шығарсыз. Сол кезде жаңағы Шах Керім деп жазылу керек дейді. Ал екінші бір нұсқада Құнанбай Шәкәрімнің атын қойған кезде Шах, бұл араб тілінен аударған кезде төр, яғни бастаушы, төрде тұратын ұлық деген, мырза деген мағынаны білдіреді дейді. Ал Кәрім деген кезде Керім емес, Кәрім деп айтады. Неге? Құран Кәрім деген кездегі Кәрім дейді. Құран Кәрімдегі Кәрім дейді. Сонда Шах Кәрім деген кезде бұл жерде Құнанбайдың қажылыққа барып келген кездегі барардың алдындағы қойған есімі, жалпы исламға бет бұрған кезде, сондықтан бұл да орынды пікір да. Сондықтан біз осы екінші пікірдің және дәлелді бір тұжырымдары да бар. Сондықтан Шах Кәрім деген нұсқасы дұрыс па деп ойлаймын. Жақсы, жалпы Шәкен Аймановтың негізгі аты Шах Кәрім екенін енді өзің білесің. Баянауыл мен Абай екеуі қан жыны араласып, арасында да рухани ұзақты, пайдалы, керекті байланыста болып жүрген. Мәшһүр пенен Шәкәрім екен туған уақыты, бір қайтыс болған уақыты да екеуінің бір. Жалпы Мәшһүр пенен Шәкәрім екеуін салыстыратын болса, осы тұстарынан екеуі бірігіп жымдасып кетеді. Мына тұсында сәл алшақ деп айтуға бола ма? Субъективті пікір, жеке пікірім, екеуі де Құдайды тануға бет бұрған тұлғалар. Құдай алдындағы дәрежелері қандай дегенге негізі рұқсат етілмейді. Тасаввуфта, софлықта, руханиятта Құдай хикая бар. Құдай тағала әлгі бір ағаштың түбінде арақ ішкен, шарап ішкен мас адам менен сау адам отырған кезде періште келіп сұрау сұрайды дейді. Мына иненің жасуынан, кішкентай ана тесігінен керуен көшті өткізуге бола ма деген кезде шаламас адам жаңағы есін білмейді, сондықтан әлбетте болады деп жауап береді. Ал ақыл есі сау дұрыс адам жаңағы жоқ, болмайды ғой, ол қалай болады деп жаңағы жауап береді. Сонда періште жауап не дейді? Құдайдың дәргейіне барған кезде, Құдай, мына бір құлың сенің құдіретіңді таныпты, екінші танымапты деген кезде өзің білмейтін іске араласпа. Кімнің жүрегіндегі иманы қандай, кімнің рухани дәрежесі қандай деген тек қана Құдайдың құзыретіндегі дүние дейді. Сондықтан жаңағы Мәшһүр пен Шәкәрімді салыстыру деген келген кезде бұл Құдайдың дәргейінде, Құдайдың өзі ғана шеше алатын сұрақтың бірі деп есептеймін. Бұл менің жеке субъективті пікірім. Бірақ екеуі де Құдай жолында қазақтың ең үлкен ұлық әулиелері, мен үшін екеуі де хазірет. Өйткені хазірет деген сөзге ойлаш, үлкен рухани жаңағы атау берілетін шен секілді, сондықтан соған қойылатын талаптардың барлығына екеуі де сай келеді. Бүгін университет қабырғасында ұстазсың. Жалпы мына қоғамда өзіміздің ақылымыз жетпей жүрген заман ғой. Бірінші шәкірттеріңе нені айтасың? Ең бірінші шәкірттеріме мен әдебиеттің не екендігін түсіндіргім келеді. Әдебиет ол араб тілінен аударған кезде асыл сөз деп Сенуал Қабдолов айтатын, тек қана осы сөздің бір буквализмнің қатарында кетпеу керек. Ол әдеп ет, логикалық түрде, адап, әдеп. Сәттіғұл Жырау айтады, иманның әдеп қақпағы мықтап жабылса, шайтанның қиын ашпағы дейді. Сондықтан мен ең бірінші дәрісте студенттеріме, жастарға айтамын. Жүрек деген сенің құтың ыдыс, ішіне құйылған иман суың әдеп деген қақпақ. Қақпақ жақсы жабылды ма, тағдыр қандай соққыға салса да сүрінген кезде қақпағың әдебің жақсы жабылса, сен иманыңды сақтап қаласың. Қақпағың әдеп шала жабылса, иманыңнан ақырындап айырыласың. Иман деген не? Ол ең бірінші кезекте ұят. Ұяты кеткен кезде адамның иманы тақырындап кете береді. Қазіргі ақын ғалым Қарлығаштың, дәрісші Қарлығаштың балалық шағы қалай өтті? Қандай қыз еді? Енді бұл жерде бір жақты көзқарас болып қалар, бірақ өзім үшін енді мен бір ата-анама, әке-шешеме жақсы перзент болған шығармын деп ойлаймын. Сабақты жақсы оқыдым, үздіктердің үздігі болдым. Ата-анам да оқу білімге өте қатаң қарайтын, қатал қарайтын. Анам мектепте өмір бақи ұстаз болған адам. Әкем де
дастархан басында отырған кезде қолынан кітабын тастамайтын, өте оқығанды жақсы көретін. Сондықтан оқу ғылымға бізді баулыған ең бірінші ол үйдің тәрбиесі. Онан кейінгі екінші дүние мен Семейде Шәкәрім атындағы мектепте оқыдым. Кешегі алаш қайраткерлер іргетасын қалаған тарих терең Семей қаласындағы қазақ тілді мектептердің ішіндегі ең бір тарих тағдырлы керемет мектеп. Ол мектепте Қай Мұхамедхан сабақ берген, әкесі Мұхамедхан Сейітқұлдың үйінде іргетасы қаланған алғашқы сол мектептің жалғасы қазіргі тарих. Сол бір қабырғаның берекесі, бір қасиет шығар. Сол мектептің өзінде жүрген кезде осы әдебиетке деген үлкен бір махаббаттың дәнегін жүрегіме салып берді. Сол дәнек қазір бір қандай да бір жемісін беріп жатса, сол кезіндегі ұстаздардың біздің жүрекке салған әдебиетке деген махаббат дәнегі деп білемін. Иә, кешегі Семейде Арап Еспенбетұлы, Кінәйет Шайхметұлы, Жұмағали Шәкенович, өзіміз айтып отырған жаңағы Қаймақ Абаз, Қуандық Фазылдар, әрқайсысы жеке-жеке тұлға. Кеңестік дәуірде бәрі бірдей типтік образ болса да, әрқайсысы бір-біріне ұқсамайтын. Бүгін бөлек бол десең де, оқытушылар бір-біріне ұқсайтын секілді. Себеп неде? Себеп Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейінгі білім беру жүйесі көптеген реформалардан өтті. Сол реформалардың әсері. Яғни өзін-өзі таппай қалды деген сөз. Ол тек қана ұстаздарға, оқытушыларға ғана қатысты емес, бұл тұтас ұлтқа, жаппай ұлтқа қатысты дүние. Өзін-өзі таппай қалды. Жалпы мына отарлау процесіне ұшырағаннан кейінгі деколонизация процесі 50 жыл көлемінде жүреді дейді. Толыққандалған кезде біз соның 50 жылынан өтіп, негізі ал 25 жылдан кейін ол жаңағы деколонизациядан шығады да өзін-өзі тану процесіне басталады дейді. Бізде қазір сонда өзін-өзі тану кезеңі басталған уақыт деп айтуға болатын шығар. Егер жаңа 91-ден кейінгі уақытты есептесек, бұл ғылымда түсіндіріледі, өзінің анықтамалары, түсініктемелері бар, неліктен болғандығы. Яғни ол бір жүйеден екінші үлкен бір-біріне қарама-қайшы жүйеге келген кезде адамдардың өзін-өзі іздеу процесі басталады. Және қазір біз соның нақты көрінісін көріп отырмыз. Біреу өзін тапқан, біреу өзін таппай қалған. Оған әрқайсының тағдыр тақтасындағы жазуы себеп деп айтуға болатын шығар. Жүсіпбек Аймауытовтың аудармалары жөнінде қорғаған ғылыми еңбектерінде жалпы аударма жанры бүгінгі күнде қай дәрежеде? Өте қазіргі жағдайы жақсы емес Қазақстандағы аударманың. Бұл менің жеке түрім. Мемлекет қолдау білдіру мақсатында 100 оқулықты аударуға берді, үлкен жобаларды бастады, атқарып шықты, бірақ ол аздық етеді. Өйткені аударма мектептері сақталып қалған жоқ. Совет үкіметі кезінде болған аударма мектептері енді қалыптаса бастаған мектептердің өзі ол кезде цензура қатаң болды. Сондықтан аударма жасауға, аударма мектептерінің Қазақстанда қалыптасуына мүдделі болған жоқ. Мысалға, 1900 қай жылдары, 12-ші жылдар мекен Лениннің тапсырмасымен Максим Горькийға всемирная литература деген үлкен баспаны береді. Сол кезде бүкіл әлемде шығып жатқан классикалық еңбектерді сол кезде 3-6 айдың ішінде аударып орыс тіліне қарап, мынау бізге жарайды, мынау бізге жарамайды деп зерттеп, талдап және оқырманға ұсыну процесі жүріп отыратын болған. Өзіңіз жаңа айтып отырған Жүсіпбек Аймауытовтың аудармасы The Strength of the Strong 1911 жылы Хэмптон журналында ағылшын тіліндегі нұсқасы шығады. 15-16 жылдары ол орыс тіліне аударылып шығады. Іле-шала 17-18 ол қазақ тіліне аударылып шығып отыр. Сондағы аралығы интернеті жоқ кезеңде, байланыс өте қиын кезеңде 5-6 жылдың көлемінде әлем әдебиетінің классикалық шығармалары қазақ тіліне, қазақ баласының қолына аударма мәтінде сондай көркем және түрде жетіп отыр. Ал біз қазіргі таңда дәл интернеті бар. 1 минуттың ішінде біз жүктеп алып, жаңағы ағылшын тіліндегі мәтінді қазақ тіліне аударып, қазақ оқырманын қамтамасыз ете алатын техникалық мүмкіндіктерді айтып отырған кезеңде біз 10 жылға, 20 жылға қалып отырмыз. Ал көптеген шығармалар тіпті аударылмайды. Сондықтан аударма мектебін қалыптастыру керек. Бұл қазіргі Қазақстанда даму деген нәрсе, сен жаһандық процестер қалай жүріп жатқанын көру үшін сен аудармадан қалыс қалмауың керек. Жалпы Мәшһүр Жүсіп қазақтың даласын кезіп жүріп, тегін, ақысыз, пұлсыз қаншама дүние қалдырды. Абай еңбегіне ақылмағандығы анық. Осы қатарда Шәкәрім де бар шығар. Сол кездегі аударма оқулық жазып жатқан Мағжан болсын, Қаныш болсын, Жүсіпбек болсын, солардың анау айтқандай бір
қазыналы қаламақы алмағандығы анық. Бүгінгі күнде өткен жолы президент өз сөзінде айтты, осы беріліп жатқан грант қаншалықты дұрыс, я болмаса бұрыс. Бүгін ақша да бар, мүмкіндік те бар, ұмтылыс та бар, бірақ сол секілді тұлғалар жоқ. Себеп? Бірінші себеп мақсаттардың бөлек болуы. Мысалға, сіздердің кезеңдеріңізде кандидаттық диссертацияны қорғау үшін ғылым философиясы деген болатын. Сол философиялық минимум тапсыратын. Сен ғылымға не үшін келдің? Қандай мақсатпен келдің? Ғылым дегеніміз не сен үшін? Деген сұрақтар қойылатын. Сосын мен ғылымға келем бе, келмеймін бе деген әрбір жас сол кездегі ғалым енді ғана қалыптаса бастаған сол сұрақты өзіне қоятын айқында болатын. Қазір мұндай сұрақтар қойылмайды. Біреу ғылымға стипендия үшін келуі мүмкін, біреу ғылымға шынайы ғылымға деген үлкен бір ішкі қалауыменен, ыждахатымен, махаббатымен келуі мүмкін, біреу өзі неге келгенін де білмеуі мүмкін. Мысалға, бұл бірінші мәселе. Екінші, неге мұндай тұлғалар жоқ деген кезде бар шығар. Ол үнемі бір 5 жылда, 10 жылда қайта-қайта жарқылдап шыға беретіндер емес қой. Өйткені қазақ қаламгерлерінің ішінде қазір өте жақсы қызмет етіп жатқан қаншама жастар бар. Олардың барлығын жоққа шығарып жіберуге болмайды. Біз әлгі жанында жүрген соң таудың биіктігі байқалмайды деген секілді өз заманымызда күніге көзбен көріп жүргеннен кейін бәлкім қадірін білмей жатқан шығармыз. Әйтпесе мен қазақ жастарының қазіргі потенциалы өте жақсы, өте жоғары деп ойлар едім. Мысалға, мен өзім Америкада стажировкадан өткен кезде, тағылымдамадан өткен кезде сол жақтағы жастардың білімін, әдебін, өмірге деген көзқарасын, олардың жаңағы моральдық тұрғыдағы дамуын, рухани, интеллектуалды тұрғыдағы ойлау жүйелерін қараған кезде, Құдайға шүкір деп айтамын, мен қазақ жастарының қазіргі үмітім зор, қазіргі біздің балаларымыздан, олардың потенциалынан. Тұрсынбек Кәкішев өзінің Қазақстанның тарихында 20-шы жылдардағы, өткен ғасырдағы 20-шы жылдардағы әртүрлі бағытта болған жандардың пікірлерін кесек-кесегімен қойып отырып айтады. Бүгін бізде шынайы бәсекелестік талас жоқ секілді болып көрінеді. Көбінесе біз этикеттік жағынан етігімізді басып таптап, керісінше пікірге емес, адамға қарай аттап кеткенді жақсы көріп тұрамыз. Әлде біздің тым әдепті болуымыз ғылым жасамай жатқан жоқ па? Ғылымның жасалмай жатуына көптеген себептер бар ғой. Қазіргі ғылым жасаудың өзі де біршама, бұл бағанада айтып отырмын ғой, білім беру жүйесінде болған дағдарыс қазіргі ғылымның толыққанды нәтиже бере алмай жатқанына себеп деп есептеймін. Өйткені кезінде қорғауы тиіс адамдар қорғай алмай қалды, оқуға түсуі тиіс адамдар түсе алмай қалды. Сондықтан да ортада псевдо ғалымдар өте көп кіріп кетті. Осының салдары бар бұл жаңағы мәселеде. Ал мүлдем ғылым жасалмай жатыр деп айтуға болмайды. Өйткені уақыт аз әлі. Бұл жобалардың, сіз айтып отырған жобалардың басталғанына, толыққанды басталғанына 10 шақты жыл ғана болды. Оның ішінде ол түсініп, бұл жоба деген не, мемлекет міне саған қаржы беріп жатыр, сен осылай жоба ұсына алады екенсің деген дүниені үйренгеніне, шындығына келген кезде соңғы 7 жыл көлемін айтуға болатын шығар, толыққанды Қазақстан бойынша. 7 жыл деген ол 7 жыл ғылым үшін ол өте аз уақыт. Нүкте секілді ғой, менің түсінігімде. Сен үлкен нәтижелерді алу үшін қазіргі мектепте оқып жүрген балаларға бүкіл ресурсыңды беруің керек, мүмкіндігін жасауың керек. Содан кейін бір 20-30 жылдан кейін шығады бұның нәтижесін. Бұл бір күнде жасалмайды. Оның ішіне қазіргі темпті қарау керек. Мысалы, Қытайда ғылымның дамуы қазір қандай. Өткен жол біздің ғалымдарымыз, басшылықтарымыз барған кезде Қытайда проверканың ішінде бұзауды өсіріп жатыр. Анаған қарап жүрегім бір түрлі болды деген секілді. Ол жақта ғылымның дамуы қандай деңгейде. Клеточный терапия қазір бүкіл әлемде өте қатты. Неогенетиканың, генетиканы зерттеу, ДНК-ның ішіндегі мәселелерді зерттеу батыста өте өзекті. Ал біздің зерттеу тақырыптарымыз, зерттеу бағытымыз қай деңгейде? Дәл сондай зерттеулерді біздің ғалымдар бәлкім жүргізе алатын шығар, лабораториялар толыққанды 100% лайық па, сай ма, жоқ па, жалақылары қандай мәселеде? Ғылымға бөлінетін қаржы, ол сіз Америкамен, Европамен болмаса Қытаймен салыстыру үшін қаншама қаражат бөлініп жатыр, ғалымдардың жағдайы қандай деген мәселені де қарап отыру керек те. Ғалымдар алаңсыз болу керек қой ғылыммен айналысу үшін. Күндіз-түні лабораториясынан шықпай жұмыс істеу үшін, оның мына жақта отбасы, бала-шағам, ипотекамды қайтып жабады екем, жас ғалым мен үйді қайтып алады екем, қанша құжат жинайды екем деп жүгіріп жүрмеу керек. Сол кезде ғылым жүреді. Сондықтан бұл мәселелердің шешімі болашақта болады деп есептеймін. Енді қарастырыла бастаған деген. Өзінен кейін үлкен этимологиялық еңбек қалдырған, жалпы этнолингвистикада еңбек қалдырған, өзінен кейін қаншама мифология жинаған
Джо Фрезер дейтін ғалым бар. 48 жыл кітапханадан шықпай жұмыс істеген екен. Тегін деуге болатын шығар. Жалпы ғылымдағы жанкештілік, ақша тоспау, немесе біз әлі дайын емеспіз дейтін дүние. Осы ғылымдағы жанкештілік бар ма қазір? Бар деп есептеймін. Бар деп Ішінара бар деп есептеймін. Жақсы. Мынандай сұрақ қойғым келеді. Қарлығаш ренжіген кезде қай кітапты оқиды екен? Қуанған кезде қай кітапты оқиды екен? Немесе бейтарап отырған жүрген шағында қай кітапты қолына алады екен? Қандай көңіл иірімі болмаса да, толқыны болмаса да, ең жақсы көретін, бұл жерде кітап емес, бір кином бар. Түріктер түсірген Юнус Эмре «Путь любви», махаббат жолы. Юнус Эмренің тағдыры туралы сопылықты түсіндіреді, толыққанды. Соның ішінде енді орыс тілінде мынандай цитаталар бар. Создал бы Бог прямое прямым, если бы в этом не было надобности. Создал бы Бог кривое кривым, если бы в этом не было нужды дейтін тіркестері болады. Ұстазының өзінің шәкіртіне Юнус Эмреге Таптық Эмренің айтып отыратын насихаты. Әрбір насихат адамның өмір кезеңіндегі, жетілу кезеңіндегі бір сынағында қиналған тұсында тірек болатын сөз деп есептеймін. Сондықтан бір 40-50 рет көрген шығармын, әлі де көре беретін шығармаларымның бірі деп есептеймін. Тек қана адамның жүректің ішіндегі халге қатысты кинофильм. Одан кейін Абай мен Шәкәрім аталарының сөзі. Бұрынырақта бір жаттанды, жұрт күшті дегеннен кейін, ойбай керемет екен дегеннен кейін оқитын оқулар болады ғой. Ал қазіргі оқу ол бөлекті. Қазіргі оқудың ішінде мысалға Абай атамның күндіз түні ойымда бірақ тәңірі өзіне ынтық қылған оның әмірі деген сөзі кәдімгідей мен өзімнің ішкі зікіріме айналдырғандай жақсы көремін. Өте жақсы көремін. Шәкәрім атамның сөзі бар, Қажы атамыздың сөзі. Түн секілді перде тарт, көрсең жұрттың айыбын дейді. Кәдімгі кейде бір естімей-ақ қоюға тиіс сөздерді естіп қойған, көруге тұрмайтын дүниелерді көрген кезде өзіңнің бойыңды тазалау үшін өзіме іштей қайталайтын сөздің бірі осы Шәкәрім атамның сөзі. Түн секілді перде тарт, көрсең жұрттың айыбын деп басталады. Жақсы, Марсель Прустың сұрағы бар. Бұл жалпы негізі Европадағы салондық сұрақтар. Марсель Прустан өзі 2 анкета қалған екен. Кейін сәл-пәл кішкене өзгертіп, кейін де қолданып жүр. Қысқа да, жауабы да нұсқа болса деген тілекпен. Егер сіз 90-100-ге келіп бұл дүниеге аттанып кеткеннен кейін ана жаққа барғанда, Алланың алдына барғанда не деген болар едіңіз? Тырыстым деп айтар едім. Құдайдың жолында адал болуға, адам болуға тырыстым. Өзіңіздің бойыңыздағы жек көретін қасиетіңіз бір қасиет. Жұмсақтық. Өзіңіздің бойыңызда жақсы көретін бір қасиет. Адалдық. Егер о дүниеге аттанып кеткендердің ішінде бір ғана адамменен бір жарты сағаттық жолығуға уақыт бар десе, кіммен жолыққан болар едіңіз? Юнус Эмремен. Жақсы. Бәріміз о дүниеге кеткеннен кейін басымызға бір көктас қойылары анық. Эпитафия. Ришеле өзінің басына жазыпты, Францияның жауы менің жауым деп. Сіз не деп жазған болар едіңіз? Алланы сүй, адамның хикметінсіз, не қызық бар дүниеде одан басқа. 200 жылдан кейін дүниеге қайтадан келетін болсаңыз, қазақтың ішіне қай қасиет іздеген болар едіңіз? Адалдығым, тазалығым. Қазақтың бойында сіздің көргіңіз келетін қасиет? Еңбекқорлық. Қазақтың бойында сіздің көргіңіз келмейтін қасиет? Жалқаулық. Егер ұлт үшін деп жатса, кісі өлтіруге шамаңыз келе ме? Жоқ. Жоқ. Жақсы. Сіз өз кітабыңыздың авторысыз. Осыға Құдайдың қанша пайыз араласы бар деп ойлайсыз? 50-50. 50-50. Егер сіз қайта тууға мүмкіндік болатын болса, қай жерде туған болар едіңіз?
семейімде. Семейде. Жақсы, қадірлі ағайын, бүгін бізде қонақта Қарлығаш Әділханқызы, бәріміз білетін Қарлығаш Әубәкіров айтыскер ақын, үлкен ғалым, кейінгі жазғаннан жазары көп деп үлкен үмітпен қарап жүрген, кейінгі жас толқынның ішіндегі бөлек бір өрнегі, бөлек сипаты, бөлек сиясы, бөлек айтуы бар қарындасымызбенен бүгін студияда кездестік. Келесі жолы жолыққанша аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп көрсең де үміт үзбей, келесің көз жасыңды тыйып, сен себебін білсең өмір сый. Кезекті сынақтан мән іздей, бозарып